Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттаманың рецептімен бөлісемін. Үйдегі бар заттардан жасалады және де жасалуы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеомды толық қарап, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: газды су. Кез келген газды су жарайды. Газды суымызды ыдысымызға құйып, үстінен тұз және жұмыртқамызды салып, қолымызбен араластырамыз. Біздің суымыз газдалған болғандықтан, суымыз көпіршетін болады. Және де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің қаттамаларыңызда қытырлақ болып шығады. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде июі қану керек. Міне қамырымызды илеп алдық. Және де 10-15 минут тындырып, тағы да қамырымызды бір илеп жіберіңіздер. Міне екінші рет илеп алдық. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп, теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Суалай етіп, қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне қамырымызды да дөңгелек етіп жайып алдық. Енді оның үстінен ертілген сары майымызды жағамыз. Маргарин жарамайды. Қаттамаңыз әдемі болып шығу үшін жоғарғы сұрыпты сары майды қолданыңыздар. Маргарин қолданбаңыздар. Міне толықтай жағып алдық. Енді оқтауымызға ораймыз. Қамырымызды кішкене қолымызбен созу жіберіңіздер, сонда қатпары көбейеді. Міне орап алдық. Енді ортасынан кесіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы бір зуаладан 4 қаттама шығатын болады. Не көріп тұрғандарыңыздай теңдей етіп 4-ке бөлеміз. Осылай жасасаңыздар, слойы, яғни қатпары көбірек болады. Енді біз қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Дәл қазір біздің қамырымыз сары май жағылғандықтан жұмсақ болып тұр. Иленуі оңай болу үшін тоңазытқышқа салып аламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қаттамамызды жаюға кірісеміз. Алғашқы қаттамамызды дәл осылай кішкене ұн сеуіп, ұнды көбейтіп жібермеңіздер. Аз ғана салып жайып аламыз. Енді табамызды қыздырып, үстіне аз ғана 2-3 ас қасықтай сұйық май құямыз және де қаттамамызды саламыз. Алғашында оттың астын жоғары қойыңыздар. Кішкене қызарып бастағанда отын төмендетеміз. Дәл осылай айналдыра отырамыз. Барлық жеріне біздің майымыз тиюі қажет. Екінші бетінде дәл осылай айналдырып отырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қаттамамызда дайын болып қалды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.
Егер де сіз менің арнамды жаңадан көріп тұрған көрермен болсаңыз, маған жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Бинура барлықтарыңызға ас болсын.